Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қысқа жабуға арналған қызылшадан экран рецептімен бөлісетін боламын. Өте дәмді қыстық салаттардың бірі. Сіздер де видеоны соңына дейін көріп жасап көріңіздер. Ол үшін бізге қажетті заттар: қызанақ, мен барлығын жақсылап жуып тазалап, ет ташқыштан өткізгенге ыңғайлы етіп кесіп алдым. Қызылша қажет болады, және де қызыл болгар бұрышы, сарымсақ, және де осындай укроп. Және де қалауларыңыз бойынша осындай ащы бұрыс қосып жіберуге болады. Мен 1-2 талын қостым. Және де енді дайындап қойған заттарымызды кезек-кезегімен ет ташқыштан өткізіп аламыз. Бірінші қызылша, кейін қызыл болгар бұрышымызды, және де сарымсағымызды, ащы бұрышымызды бірге осылай өткіздім. Ең соңынан қызанағымызды осылай ет ташқыштан өткізіп аламыз. Міне мен барлығын ет ташқыштан өткізіп дайындап алдым. Енді газымызға шұңғыл үлкенірек ыдысымызды қойып, қызған уақытында осындай бір шыны сұйық май құямыз. Майын қыздырып, бірінші кезекте қызылшаны жақсылап майға қуырып аламыз. Қызылшаны салғаннан кейін жақсылап араластырып қойып қоясыздар. Міне және де арасында осылай араластырып тұруды ұмытпаңыздар, себебі астына жабысып қалуы мүмкін. Бір 5-10 минуттай қуырып алғаннан кейін үстінен ет ташқыштан өткізілген қызанағымызды саламыз да жақсылап араластырып қайнағанша қалдырамыз. Қайнап шыққаннан кейін газын астын орташаға басып қоясыздар. Міне осылай қайнап шығады. Осылай 1 сағат көлемінде орташа отта қайнатып аламыз. Және де арасында араластырып тұруды ұмытпаңыздар. 1 сағат уақыт өткеннен кейін үстінен қызыл болгар бұрышымызды салып тағы да араластырамыз. Жақсылап араластырып, баяу отта қайнаған уақытпен санағанда болгар бұрышын салғаннан кейін 15-20 минут аралығында қайнатамыз. Және де міндетті түрде тұзын татытып алуды ұмытпаңыздар. Қызыл болгар бұрышын 15-20 минут қайнатқаннан кейін сарымсағымызды, укропымызды және дәміне қарай лавр жапырағын және де қара домалақ қара бұрыштарымызды қосып, бір 5 минут көлемінде тағы да қайнатып аламыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Және де осы кезде стерилденген банкілерімізге, ыстықтай стерилденіп тұрған банкілерімізге салатымызды ыстықтай құйып жауып тастайтын боламыз. Арнайы осындай банкі жапқышпен жауып аламыз. Жасалу жолы өте оңай, қарапайым заттардан тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Банкінің дұрыс жабылғандығын тексеріп, төңкеріп қоямыз да үстінен қалың азиялымен жауып, 1 күнге қалдырамыз. 1 күн өткеннен кейін салқын, күн түспейтін жерде сақтайсыздар. Біздің жылда жабатын салаттарымыздың бірі. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып және қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецептермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға көп-көп рахмет.